құрметті біздің арнамыздың оқырмандары, лекториум жобасы өз жұмысын бастайды. Бүгінгі жобамыздың құрметті қонағы, таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті 2013 жылы қыркүйек айының соңғы аптасы еңбек күні деп жариялаған болатын. Аталған мереке қарсаңында еңбек жолын қиыннан қиыстырып, ерекше мамандықтың иесі атанған, бүгінгі таңда өз еңбек жолында ойы болар, орны бар қызметкер, Түпқараған тоқ жүйесінің қызметкері Ботағарай Мұратбек ағамыз келіп отыр. Мұратбек аға, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім жақсы. Сізді еңбек күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еңбек жолыңызды тоқпен байланыстырып, осы күнге дейін елден алғы салып, мінсіз қызмет атқарып келесіз. Бүгінгі кездесу республикалық жоба, лекториум жобасы. Бұл жоба арқылы жастар, зиялы қауым өкілдері еңбек адамдарын басқа қырынан танитын болады. Күні бүгінгі дейін біз 2016 жылдан бері осы жобаны жүзеге асырып, түрлі маман иелерін қонақ қылған болатынбыз. Бүгін жобамыздың төрінде өзіңізбен жүздескенімізге өте қуаныштымын. Және біздің тарапымыздан қойылатын сұрақтарға жауап беруге дайынсыз ба, Мәке? Дайын. Олай болса, бізге іске сәт. Алғашқы көрсетілімді енді сіздің өмір баяныңыздан бастағанды жөн көрдік. Ендеше экранға назар аударамыз, Мәке. Ботағарай Мұратбек Жолдашұлы 1978 жылы 1 ақпанда Жаңаөзен қаласына дүниеге келген. 1 жасынан бастап Аташ елді мекенінде тұратын нағашы атасының қолында тәрбиеленген. Бала кезде тәртіпті, музыкаға құмар, талантты бала болып өседі. 1984 жылы Тарас Шевченко мектеп табалдырығын аттап, 1994 жылы 10-шы сыныпты тәмамдап, Ақтау қаласындағы СПТУ училищесіне түсіп, дәнекерлеуші мамандығын алып шығады. 1996 жылы 19 қазанда отбасын құрды. 1997 жылы үлкен ұлы Рамазан дүниеге келді. Сол кездері Ақтау қаласындағы Маңғыстау аймақтық электр желілік компаниясында дәнекерлеуші болып қызмет етті. 1999 жылы балалық шағы өткен Аташ елді мекеніне отбасымен көшіп келді. 2000 жылы ортаншы ұлы Сырым дүниеге келді. 2001-2009 жылдары электр желілік компаниясында қызмет етті. 2009-2011 жылдары НК компаниясында жұмыс жасады. 2011 жылдан күні бүгінге дейін Түпқараған электр жүйесінің бас энергетикі болып қызмет атқарып келеді. 2010 жылы қараша айында кенже ұлы Айбар дүниеге келді. 2012-2016 жылдар аралығында Орал қаласында жоғары оқу орнын тәмамдаған. Қазіргі таңда асыл жар, қамқор әке. Өте рахмет, өте бәрекелді. Енді Мәке, сіздің өмір баяныңызбен таныс болдық. Ендеше алғашқы сұрағым болсын. Біз сізді музыкант ретінде жақсы танимыз. Бірақ алайда еңбек жолыңызды тоқ жүйесімен байланыстыруға не себеп болды? Енді айта кетейін. Ассалаумағалейкумдер. Біріншіден еңбек күні деп жатыр. Барлық әріптестерімді, еңбек жолында жүрген азаматшыларды осы еңбек күнімен құттықтаймын. Енді сұрағыңызға жауап берсем, ол музыка мен электрик мамандығын негізінде мен өзім кезінде мамандық таңдағанда сол жаңа айтып өтті ғой, дәнекерлеуші мамандығын таңдап оқуға түскенмін. Енді өмірге байланысты ол мамандықты тәмамдап шықтым. Сол кезде оқып жүрген кезімде жаңа орта училищенің кезінде, ол училище дейді біздерде. Сол кезде өнер жолында сәл-сәл өзіміздің ынтамыз болғасын, бір үлкен ағаларымыз болды үйреткен, оларға да рахмет айтамын. Ішінде енді актовый дейді, содан өзімізше өлең айтып, музыкалық аспаптармен үйреніп, сол жерден өнер енді қуам деп ойлаған жоқпын да, бұлай өзімше үйренгенім, бар үйренгенім сол. Хобби есебінде. Хобби есебінде. Бірге алып жүрейін деп. Сонымен арғары енді дамытып кеттік қой осылай. Музыка жағында. Ешқандай оның жаңағы музыка мен энергетика жағына екеуінде де маған қайшы болып ешқайсысы да келмейді ғой. Екеуінде алып жүрген жақсы. Жігітке жеті өнер аз дейді ғой. Өнерлі болған жақсы ғой жалпы. Әрине.
Ал мына сұраққа келейік. Музыка мен энергетика саласын бірге алып жүру мейлінше қиын емес қой? Жоқ, қиын емес. Ол музыка деген ол бос уақыттарыңда, бос уақыттарымызда сондай музыкамен айналысамыз, үйренеміз. Энергетика саласы енді бүгінде өзіміздің мамандығым бойынша жұмысым. Ол сірә қалмайды, жасап келе жатырмыз. Қиын емес, жасауға болады. Рахмет. Енді сіз бір сөзін айтып кеттіңіз. Мен алғашқы мамандығым дәнекерлеуші деп. Ал энергетика саласына қалай келдіңіз сонда? Энергетика саласына өзімше енді үйрендім. Сіз талпынып үйренейінші деп, сосын ол жағынан да оқып дипломымды алдым бұйырса. Сосын енді дәнекерлеушіні жұмыс енді көп жасаған жоқпын, азғантай бір жерлерде Ақтау қаласында жасадым. Бірақ білесіз? Білемін, жасап та. Ұмытқан жоқсыз? Ұмытқан жоқпын. Оларды жасадым. Енді көп уақытымды осы мына электрик жағына қарай бөлдім осы. Рахмет. Енді қазіргі таңда сіз тамаша ұлдар мен тәтті немерелер тәрбиелеп отырған Асқар Тау әкесіз. Отбасыңыз туралы айта кетсеңіз, енді қанша жасыңызда үй болдыңыз? Енді отбасым жайлы айта кетсем, өзім сол оқу орнында оқып жүрген кезімде 18 жасымда шаңырақ құрдым. Ерте құрған екенсіз. Енді Алланың бұйыртқан уақыты. Енді отбасылық өмірдің қызығы мен шыжығы туралы айтып өтсеңіз. Енді отбасы өмірдің қызығы сірә бала сүю. Жаңа бейнебаянда да көрсетіп жатыр ғой. Бұйырса, Алла қаласа 3 ұлым бар. Сол бала ғой қызықтау отбасының барлық қызығы мен шыжығы да. Қазір 3 ұлым бар, немерем бар, келінім бар. 2 немереңіз бар. 2 немерем бар бұйырса. Балаларыңызға қатал әкесіз бе? Жоқ, балаларына қатал емеспін. Ал жұмыстан үйге шаршап барғанда немен көңіл күйіңізді көтересіз? Жаныңызға жақын музыка ма, әлде тәтті немерелеріңіз бе? Бірінші немерелерім барған кезде соларды құшақтап бірінші немерелеріңіз. Сосын музыка жағым енді. Бортбек аға, тағы да мынандай бір сұрақ болсын сізге. Қазіргі жастар қанша жастан бастап отбасы болған дұрыс деп ойлайсыз? Қазіргі енді жастарға айтатын, қазіргі жастар айтып кеткендей 20-21 жаста отау құрған жөн деп ойлаймын. Енді ол заманға байланысты. Бұрынғы біздің кезіміздегі, жас кезімізде біз өзіміз ерте отау құрсақ та өкінбейміз, сонда да жаспыз. Өмірдің қиыншылықтары бар жас болғаннан кейін. Ол семья бағу керек, бала шағаны асырау керек. Оны жас болғасын көп жер жұмысқа да алмайды. Жұмыссыз жүрдік, өзімде сондай күндерді кештім. Енді шама келгенше қазіргі жастарға айтатыным, өздерің қалай айтсам болады. Жан-жағын жинап, материалдық жағың болса, жағдайың болса, ата-ананың рұқсатымен сол семья құрған жөн деп ойлаймын. Рахмет. Осы жерден кішкене сұрақтар легін тоқтатып тұрайық. Енді біз экранға назар аударайық. Сен туралы біз дайындалған арнайы видеоролигіміз бар. Мұратбек менің өзімнің кішкентай күннен баққан балам. Мұратбек құрттай күннен өзімнің тәрбиемде болды. Ол өте тынымды бала болды. Тамағына тойып алып ойнап отыра беретін. Өскенде де көп тентектік қылған жоқ. Бала болып ешкіммен сөйлесіп атағы шыққан жоқ. Сонымен мектепте де жаман оқыған жоқ. Бұлай өзі ақ көңіл, ақ жарқын сондай. Адамның айтқанына сондай сенгіш, бірақ өте жуас болды. Айтқаныңды тыңдайды. Бала жел болып бетімізге бір келіп көрген жоқ әйтеуір. Сонымен енді қазір жұмысында да жаман емес. Өзі кішкентай күннен өнерге құмар болды. Кішкентай күннен гитара үйреніп алып ағаларының. Сонымен өлең айтып, сонан енді қазір сол өнерін әлде де жалғастырып келе жатыр. Жұмысында да
жаман емес, жақсы, жолдастардың арасында сыйлы. Енді Мұратбекке не тілейін, Мұратбекжан аман болсын, дені сау болсын, семьяларында бақытты болсын, бала шағаларының қызығын көріп аман күле екеуі қол ұстасып аман есен жүре берсін, еңбектері жемісті болсын. Барлық жақсылықты тілеймін Мұратбекжанға. Мен Мұратбекпен бала кезімден бірге өстік, бірге ойнадық, бір ауылда тұрдық, бір класста оқыдық. Мұратбек бала кезінен сол талантты, гитарамен өлеңді көп айтатын еді. Мұратбекті дос ретінде адал жігіт, мейірімді, отбасында да қадірлі әке, аяулы жар, құрдастардың арасында да сыйлы, жан жағына бауырмал, қамқор. Жандай досыма алдағы өмірде бақыт тілеймін, дені сау болсын, аман болсын, отбасында аман болсын, тек жұмыста жемісті болсын, жапырағы жайылсын, аман болсын деймін ғой. Ең алғаш еңбек жолымды Тарас Григорьевич Шевченко атындағы орта мектебінен бастаған кезімде мен басқа шәкірттермен бірге, мектептегі сыныптағы шәкірттермен бірге өзінің бойындағы ақкөңілділік, ашықтық, адаммен қарым-қатынасының жоғары деңгейде екендігін көрсете білген шәкірттердің бірі ол Мұратбек болды. Мұратбек сол кезеңде замандастарының арасына биіктігімен, өзінің сабаққа тиянақты дайындығымен, тәртібімен және мәдени іс-шараларға қатысуымен көзге түскен оқушылардың бірі болды. Мұратбектің бойында бір жақсы талантты қасиеті ол өнерге бейімділігі. Яғни Мұратбек гитара аспабында өте жақсы шебер орындап, сол кезеңде ол аудандық іс-шараларға, мектеп іс-шараларға белсене қатысты. Мұратбектің осы бойындағы өнерге деген ерекше қабілеті қазір ұлы жалғастырып келе жатыр. Әке көрген оқ жонар дегендей, әке бойындағы жақсы қасиеттері балдарына беріліп, осы балдары әкесімен бірге халықтың арасында өз өнерлерін паш етіп жүр. Алдағы уақытта еңбегіне табыс, шығармашылық жетістік тілеймін, сәттілік серігі болсын дегім келеді. Бәрекелді, енді Мәке, енді сіздің қандай ұлы екеніңізді, қандай дос екеніңізді, және қандай шәкірт екенін біз видеодан көріп тамашаладық. Енді сұрақтар кезік берейік. Енді қазіргі таңда жастар мамандық таңдауда қатты қиналып жатады. Жалпы кәсіби маман ретінде мамандықты жүрекпен таңдаған жөн бе, әлде ата-ананың ақылына құлақ асқан дұрыс па? Енді оны айта кететін жастар мамандық таңдаудан қазір көп жастар енді оқып жатыр. Сонда мамандық таңдаудан біреудің айтқанымен барып отырғандар бар. Жалпы мамандық таңдағанда өз жүрегімен таңдаған жақсы, қандай маман есі болатын біреудің айтқанымен жүрмей. Енді ата-ананы да бұл жерде асырып тастауға болмайды, бірақ ата-ананың қолдауымен, және де жүрек қалауымен оқуға түсу керек, мамандық таңдау керек. Өз жүрегі таңдаған мамандығын. Рахмет. Және әншілік жолыңызды үлкен ұлыңыз Рамазанның қуғанын білеміз. Басқа ұлдарыңызда қандай қырларыңызды еншіледі? Енді Рамазан ұлымды барлық осы Форт Шевченко қаласы да біледі қазіргі заманда. Енді оны кішкентай кезінен бастап қасыма өнер жолында алып жүрдім, ұстап жүрдім, үйреттім. Қалай өлең айту керек екен. Қазіргі таңда енді соның өзі жемісін көріп отыр. Бұлай өзі де басқа мекемеде жұмыскер ретінде жұмыс жасайды. Жаңа өзім сияқты, о да бір хобби, екінші жұмыс ретінде алып жүрген. Өнерді қатар алып жүреді. Қатар алып жүрген. Және енді сіздің еңбек жолыңызда туған балаларыңыз бар ма, басқа Рамазаннан басқа? Енді сіздің 3 ұлыңыз бар деп естідік, иә? Құдай қаласа сол 3 ұлым бар. Манада басында айтып кеткендей.
2 немерем бар, келінім бар. Енді сол Рамазаннан кейінгі екінші ұлым Мұратбекұлы Сырым. Сосын үшінші ұлым Мұратбекұлы Айбар. Ол кішкентай әлі мектеп оқушысы. Ал екінші ұлым ол өз мамандығы бойынша жұмыс жасап жатырған жоқ қазір. Мамандық иесі басқа, негізі оқыған жері мектеп, мамандығы басқа. Мамандығы оператор мамандығын бітірген ғой енді. Жаңа қазіргі заңда ол мына әскери жағалау күзет бөлімінде жұмыскер. Әскери адам яғни. Әскери сол жұмысты таңдап, қазір ұнағаны сол болып, сол жұмысқа жасап жатыр қазіргі таңда. Яғни екі ұлыңыз басқа мамандық, басқа сала бойынша жұмыс атқарады. Ал бірақ кіші ұлыңыз мектепте. Енді бұйырса сол кіші ұлыңыз сіздің жолыңызды қосын деген ниеттеміз. Ойлаймыз. Енді бүгін өзіңізбен тамаша сұхбат болды. Кездесу соңында енді сізден қонаққа де болсын бір ән сұрасақ гитарамен. Қосыла ма? Иә, ал мына жобаны ұйымдастырып жатқан барлығыңызға рахмет. Шақырып қонақ қылып жатқандарыңызға барлығын тағы да мерекелеріңізбен құттықтаймыз еңбек күнге. Ал сіздерге арнап, барлығыңызға арнап, енді өмірге бәріміз ана келді. Ана туралы өлеңді ұсынғым келіп отыр. Қабыл алыңыздар. Шет жүрсем сағынарым, жабықсам сағынарым, анашым бір өзіңсің, табынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Мәке, үлкен рахмет сізге. Енді уақыт жоқ заманда біздің жобамызға уақытыңды тауып келгеніңе үлкен рахмет. Сіздерге рахмет. Сізді еңбек күнімен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Отбасыңыз аман болсын. Сізге үлкен рахмет. Біздің жобамызға уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Сізді еңбек күнімен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Отбасыңыз аман болсын. Еңбекте тек қана сәттілік тілейміз. Және біздің орталықтың атынан осындай тамаша картинка сізге сыйлық. Рахмет. Бір Бекет атамыз сізді әрдайым қолдап жүрсін. Енді құрметті достар, осымен лекториум жобасы аяқталды. Біздің арнамызға комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.